Баршаңызға сәлем. Арқашанда көңілден шығатын жұмсақ және өте жұқа болатын құймақ дайындаймыз. Алдымен тісімізге 2 жұмыртқамызды шағып саламыз. Жарты шай қасықтан шамалы аздау етіп тұзымызды қосамыз және құймақтың ішіне салмасына қарай құмшекерімізді саламыз. Менде тәтті салма болғандықтан 2 ас қасық құмшекер қостым. Миксер немесе венчик көмегімен араластырып аламыз. Мен осындай миксермен араластырамын, осындай тездеу болады. Құмшекер мен тұзын осылай ертіп аламыз жақсылап және үстінен бөлме температурасына тұрған жарты литр сүтімізді құямыз. Сүтімізді құйған соң жақсылап араластырып жібереміз және үстіне ұнымызды қосамыз. Ұнды әрқашанда аз-аздан қосып барыңыздар. Мен бірінші сұрыптағы ұнды істеттім. Тура 1,5 пиала ұн кетті. Мінекей аз-аздан салып барып, жақсылап араластырып жіберіп, кейіннен қалған ұнымызды қосамыз. Түгелдеп ұнымызды салып болған соң жақсылап араластырамыз. Ұндар қалып кетпейтіндей етіп, біркелкі масса болады. Сол сәтте 4 ас қасық сұйық май және жарты шай қасық ас содасын қосып, жақсылап араластырамыз. Мінекей осындай орташа сұйықтағы қамырымыз дайын. Тәпемізді міндетті түрде жақсылап қыздырып аламыз және үстінен 1-2 тамшы сұйық майымызды құйып, үстінен жағып аламыз. Үстіне осындай құймақтарымызды пісіре бастаймыз. Отымыз міндетті түрде жоғары болу қажет. Сонда осындай өте әдемі, өте жұмсақ және жұп-жұқа болып піседі. Құймақтарымызды аударған соң осылай асты жағына қарайлап тұрамыз. Өте жұмсақ, өте жұқа болып піседі. Қалған құймақтарымызды дәл осындай етіп қуырып аламыз. Осындай 4-5 құймақ қуырып болған соң, тәпенің астына 2-3 тамшы сұйық май жағып пісіріп тұрамыз. Дайын болған құймақтарымызды осындай сары маймен араларына жағып шықсаңыздар болады. Мен ардымда тағы да осындай айранмен немесе заварной қамырмен жасалатын құймақтардың рецептері бар. Қаласаңыздар кіріп көрсеңіздер болады. Осымен біздің өте жұмсақ, жұп-жұқа, өте әдемі құймақтарымыз дайын. Аз болсын, сіздермен бірге болған Диана. Видео ұнаған болса лайк басып, арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.